Өз басым көктем мен ананы егіз ұғым деп білем. Көктем қандай шуақты болса, ана жүрген жерінде шуағын шашып, жан-жағын жадыратып жүретіні баршаға мәлім. Жалпы мен өзім шағын құпиямды ашқым келіп отыр. Таңертеңгілік уақытта жұмысқа келгенде көлігімде отырып 5-7 минут кідіріп, сырттай бақылап отырам. Бізге келген ата-аналардың көңіл күйін қадағалап, сырттай қарап, шын мәнінде бұл кісі біздің орталықтың жұмысына көңілі толады ма екен, әлде бір қандай да бір шағымы, реніші бар ма екен деген оймен іштей білуге тырысамын. Сол уақытта сырттай қарап отырып, біздің Астананың суығын өздеріңіз білесіздер. Осы боранды күніне қарамастан баласының өнерлі болуына бар күшін аямай кіріп келе жатқанда үлкен терең ойға шомылам. Бұл кісі маған сеніп келді, маған үміт артып келді. Үмітін ақтауға бар күшімді салуға тырысам. Жалпы қандай да болсын, батыр да анадан туылады, ақын да анадан туылады. Кез келген биік жетістікте жүрген адам баласы ол бірінші кезекте анасының балаға деген ақ батасы, еңбегі деп білемін. Сондықтан да көктемнің осындай әдемі шуақты күні ана тақырыбында міндетті түрде әдемі әсем ән орындалу керек, әдемі көңіл күй сыйлану керек деп ойлаймын. Біз де осы ана тақырыбында анадан аттап кетпейік деген оймен барша залда отырған аналарымызға әдемі ән тартуды жөн көрдік. Олай болса, біздің өнерлі шәкірттеріміздің ана тақырыбында әкелген әсем әнін бірге тамашалайық, қабыл алыңыздар.